зияткерлік мектебінің 7-І сынып оқушысы Серікова Ақбаянмын. Соғыстың аяқталғанына 75 жыл толып отыр. Соғыстың ата-апаларымызға тарттырған қасіретін біз ешқашан ұмытпауымыз керек. Сол соғыстың дәмін татқан ардагерлеріміздің бірі менің атам Шәріп Рақымжаров. Шәріп ата соғысқа 1942 жылы 18 жасында Курск қаласына аттанған. Бір емес екі майданда жаумен шайқасқан. Атқыштар дивизиясында туды күзетіп қырағылық танытқан. Орловский мен Курск доғасы және Киевті азат етуде ерлік пен табандылықтың небір үлгісін көрсеткен. Бұл туралы толығырақ хабар арнасына берген сұхбатынан көре аласыздар. Сұрапыл күндерді еске алғанда жүзі сәл күреңденді. Майдандағы достарын еске алғаны ғой. Өзі 42 жылдан от кешіпті. Жауына оқ боратқан, мерген болған. Атқыштар дивизиясы қатарында алғы шепте жүр. Жараланды да. Әкөпті жүріп қозғалып кетіп бара жатқанымда оң жағымнан келіп снаряд кеп жарылды. Әкөпті жарын құлатып, денем жауып тастады. Өне бойымды қан басып жетті. Қасымдағы жолдастарым көріп жатқан. Әл топырақтан шығарып, өзімді киім кешегімменен қан кеткен жерім бәрін байлап, Сан-Сасқа жібердім. Қазіргі таңда атамызға лайықты құрмет көрсетілді. 2016 жылы елбасының кітапханасында соғыс ардагерлері мен жастардың кездесуі ұйымдастырылды. Кітапхананың құрметті қонағы болып Шәріп атамыз барып қайтты. Киевте немістерді жеңген үшін ерлігі үшін медалімен марапатталды. Соғыста көрсеткен қиярлығы үшін 2-ші дәрежелі Ұлы Отан соғысы орденімен, бейбіт күндегі мерейлі істері мен қоғамдық қызметі үшін маршал Жуков еңбек ардагері наградаларымен марапатталған. Шәріп атамыздың 90-нан асқан жасым бар, 4 ұл 5 қыз өсіріп, төрге шыққан басым бар, ардагер деп әлпештеп, ардақтаған халқым бар, бейбіт күнде гүл жайнап, шаттаныңдар, шалқыңдар деген өлең жолдарынан ардақты әке, құрметті ардагер болғанын түсінуге болады. Яғни, ұлын ұяға, қызын қияға қондырып отырған бақытты әке. Атамызға немере шөберелерінің де қызығын көру бұйырған екен. 35-ке жуық немере шөбересі бар. Атамыз осы балаларының немере шөберелерін соғысты көрмегенін қалайды. Елімізде тыныштық болғанын қалайды. Мен Шәріп атамызды өте құрметтеймін. Мен ғана емес, бүкіл Қазақстан құрметтейді деп ойлаймын. Осы жеңісті ашық аспанда бейбіт өмірде тойлағанымыз үшін ардагер Шәріп атамызға алғысым шексіз. Мен атамды мақтан тұтамын және ешқашан ұмытпаймын. Как он был от нас далек, как в костре потухшем таял.